Ат қырылған туралы аңыз. Белгісіз бір заманда Қорғалжын ауданы Майшұқыр ауылында сержан атты бай тұрыпты. Кезінде ауылдағы билік өз қолында болған бай, өзі тойса да көзі тоймайтын дүниеқоңыз сараң адам болған екен. Бар билік қолында болғандықтан халықты қанап, қыстап, ойына келгенін істеген. Өз қарабасын ғана ойлаған. Ауылдағы ең шырайлы жер де, өзен-көлдер де соның қарамағында болған. Елігіндегі су, жерді халық пайдалана алмайтын. Себебі бай, менің дүниеме қол сұқсаң ақысын төле деп бәле салады екен. Күндердің күнінде ауылдың басына қара бұлт төнеді. Ауылда құрғақшылық пайда болады. Ауыл шаруашылығының егістігі тұтас шықпай, құрғақшылықпен қатар ашаршылық азабы қатар төнеді. Дәл сол тұста қарапайым халық көмекті байдан сұрап, өзен арнасын егістікке бұруын өтініш етіп келеді. Онда бай егістікке жіберілген судың есесіне халықтан өздерінің қорадағы күнкөріс малдарын алатынын айтады. Әрине, амал жоқ, халық ауылбасы сержанның ұсынысына көнеді. Осылай малдарынан айырылып қалған халық егістігін аман алып қалады. Дегенмен, қарапайым халықтың мұң зарына құлақ түрмей, өз құлқын ғана ойлаған байға да зауал келеді. Отар-отар малдары бірінен соң бірі індетке шалғып қырыла бастайды. Арамдықпен жиған малдан түк қалмай, бай кедейлер қатарына амалсыз қосылады. Кезінде менің көлім деп әмірлік жүргізген байды мұқатқысы келгендер көлді ат қырылған деп ауыл арасында атап жүреді екен. Кейінде сол атау көлдің аты болып қала берді.